Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгінде амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Енді осы 1-2 күннен бері мені көп кісілер қосып, көп осы кісілерге менің айтқандарым ұнап, маған бармақтарын жіберіп, жүрекшелерін басып деген секілді мені қосып алып, солай маған шабыттандырып жатыр мені, сондай жігерлендіріп, қатты риза болдым. Қуанып жатырмын. Сол бір енді жауапкершілік сезімі тіпті де бір жүрегіме ұялап, 1-2 күннен бері сіздерге бір жақсы нәрселерді айтайыншы деп тырыстым, бірақ 2 күн ештеңе айта алмадым, өйткені өзім біраз жайсыздандым, ауырдым, тұмау тиді деген секілді тұтқиылдан ауырып қалдым. Сонымен сіздерден осы жерде кешірім сұраймын. Енді осыдан кейін жақсы мазмұндармен сіздермен сөзсіз бөлісетін боламын. Енді бүгін осы адам бір, мысалы, өзі бір сондай бір жағдайларда бір өзің ойлаған нәрселер шыға қалады ғой, ойыңнан көріп отырсаң. Сол әзір ғана бір 2 түрлі бір нені көрдім, сонымен сіздерге соны көре салдым да, енді бөлісе кетейінші деген оймен сөйлеп жатырмын. Оның бірінде былай деп айтылып жатыр екен, сөйтіп бір семьядағы ер кісі ауырып докторханаға жатып қалады екен. Сол әйелі 2 жылдай сол күйеуін қарайды екен, докторханаға тамақтасып, өзі жұмыс істейді екен, балалар кішкентай екен. Сонымен бір күні таңертең бір баласы ауырып қалады екен, соғым тұмау тиіп, оны мектебіне апарып, одан кейін өзі жұмысқа бармақшы болып, ана жолдасына тамақтаситын болып, соның бәрін әзірлеп, мотоцикліне отырып кетіп бара жатқан кезде машина соғып кетеді екен. Сонымен ол кісі қатты жарақаттанады екен, докторханаға жатып қалады екен. Енді соны көрген кезде сол семьяның ендігі жағдайы не болады деп біртүрлі ойлап кеттім. Біртүрлі енді ол бір оқыс қой енді. Сонда да енді сол әңгімені айтып жатқан жігіт өзі ауырып қалған бір жігіт екен. Сол жігіт айтады да, мен де дейді, семьямды бағайын деп, семьям үшін талай жыл тамақ дұрыс уағында тамақтанбай, уағында тамақ ішпей, уағында ұйықтамай, ақша тапсам болды, ақша тауып семьямды бақсам болды деп, күні түн жоқ жұмыс істепті. Жұмыс істеп 2-3 жыл солай істеген кезде ауырып, бірақ салданып жатып қапты. Жас жігіт екен. Сол айтады да, мен де семьямды бағам деп, тек қана ақша тапсам болды деп жүрген кезімде, мен өзімнің осы семьяма масыл болдым дейді. Соларды көріп, өзімде бүгін бір ойлап жаттым ғой. Мәселен, өзіңізде денсаулық болмаса, денсаулықтан кетсеңіз, сіз балаңызға да қарай алмайсыз, тұрмысыңызда дұрыстап алып жүре алмай қаласыз, солай ғой. Мәселен, мен 2 күн тұмаураттым, жаттым, балалар дұрыс тамақ іше алмады деген секілді. Өзім қиналдым. Мәселен, сіздерге осындай бір нелерді айту үшін мен дайындалуым керек, жазуым керек, оны ізденуім керек, жақсы мазмұндарды оны аударып жазуым керек деген секілді. Сіздерге бір жауапкершілік түрде соларды жеткізіп беруім керек қой. Мен өзім осындай бала тәрбиесі жөнінде нәрселерге сондай қызығамын. Содан кейін де осы жұмыстармен шұғылданып жатқаныма өзім қатты қуанамын. Осы біраз уақыттан бері өзім сондай бір жақсы көңіл күйде жүрмін. Өйткені өз білгендерімді сіздерге жеткізіп жатырмын. 1 бала болса да, 2 бала болса да, осы айтқандарымнан бір бақытты болып өссе деген ойдамын. Сол үшін енді сондай жауапкершілік түрде жеткізіп бергім келеді. Осы 1-2 күн сөйтіп ауырып қалдым. Сол кезде ойладым, мен жаңағы нәрселерді де көріп ойлап кеттім. Адам ауырса демалу керек. Шаршаса демалу керек. Ауырсаңыз тынығып, дәріңізді ішіп, жақсылап тынығып алуыңыз керек. Одан кейін барып, жаңа бір әдемілеп, сондай бір жігерлі түрде қайтадан бастауыңыз керек. Енді сіз ауырғаныңызға төзіп жүре берсеңіз, егер қатты ауырып қалсаңыз, онда бәрі қалады ғой. Бәрі қалады. Сол үшін денсаулығымызға көңіл бөлуіміз керек. Мен семьямды бағуым керек деп өзіңізді қинамаңыз, өзіңізге ауыртпашылық түсірмеңіз, ақырын келіңіз. Ең маңыздысы денсаулық. Көп ақша таппасақ та мейлі, жеткілікті болса, деніміз сау болса, біз баламызға ең үлкен бақыт сол ғой, әке шешесінің аман жанында жүруі.
Сол үшін бәріміз аман болайық, денсаулығымызды қорғайық, демалатын кезде демалыңыз, тынығатын кезде тынығыңыз. Сонда барып тіпті де әдемі тұрмыстан ләззаттанып, тіпті де тұрмысыңыз жақсы болады. Енді көп санды жағдайларда біз қатты төзімді боламыз. Мысалы, әсіресе әйел адамдар ауырып тұрсақ та чыдаймыз. Басымыз ауырып тұрады, бір жеріміз жайсызданып тұрады. Сондай болып тұрсақ та баламыз тамақтана алмай қалмасыншы, үйіміз тазаланбай қалмасыншы деп осы жінігеміз. Мысалы, ауырып тұрсақ та демалмаймыз. Енді мен айтқым келетіні сол, ауырып тұрсаңыз, жайсызданып тұрсаңыз, тынығыңыз, демалыңыз. Бір күн жұмыс істелмей қалса іштен кетпейді. Бірақ бір күн сіздің денсаулығыңыз жар бермесе, оны ұлғайтып алмаңыз деп айтқым келеді. Балаларыңызға мысалы бір күндік тамақты алдырта салсаңыз, болмаса бір жеңіл тамақ жасай салсаңыз да ештен кетпейді. Өйткені сіздің денсаулығыңыз балаларыңыз үшін ұзаққа созылатын бір жақсы бақыт әкеледі. Сіздің деніңіздің саулығы. Ал енді бір күнгі тамақ ол түкте болмайды, іштен кетпейді мысалы. Дұрыс болмай қалса. Сол үшін ондай кезде жақсы демалып алыңыз, тынығып алыңыз. Одан кейін көп санды жағдайларда біз мысалы ауырып тұрсақ та қызмет орнымыздағы жұмысты ақсатқымыз келмейді. Біз болмай қалсақ сол жұмыс бітпей қалатын секілді сезіледі. Енді ол бір жауапкершілік сезімі ғой, үлкен жауапкершілік сезімі. Бірақ енді жақсы болып тұрған кезіңізде, денсаулығыңыз жар беріп тұрған кезінде істеңіз. Жауапкершілікті түрде жұмысыңызды ақсатпай, басым бар, аяғым бар қылып, әдемілеп істеңіз. Өзіңізге де жауапты болып, жұмысыңызға да жауапты болып. Бірақ ауырып тұрсыз ба, шаршап тұрсыз ба, онда демалыңыз, тынығыңыз. Енді сіз солай ауырып тұрған кезіңізде, болмаса көңіл күйіңіз болмай, бір шаршап тұрған кезіңізде істеген жұмыстан өнім болады деп мен айта алмаймын. Сол үшін жақсы бір демалып алсаңыз, одан кейін барып сол жұмысты әдемілеп істесеңіз, тіпті де жақсы бола ма, тіпті де өнімді бола ма деп ойлаймын. Менде енді осы 1-2 күн жақсылап тынығып алдым. Енді мысалы сіздерге тіпті де жақсы мазмұндарды іздеп, соны жеткізіп бере аламын. Одан кейін балаларыма да денсаулығым жақсы болса, тіпті де әдемі тамақтарды күнде жасап бере аламын деген секілді. Жұмысымды ақсатпай, тіпті де жақсы орындай аламын. Сол үшін біз демалған кезімізді бір түрлі бәрі тоқтап қалды деп ойламай, одан да біз ендігі осыдан кейінгі жұмысымызға дайындалып жатырмыз деп ойлайық. Біз бір тынығып алайық деп солай ойлаңыз. Сол үшін денсаулық зор байлық, бәрілеріңізге бір зор денсаулық тілеймін. Бәріміз аман болайық, деніміз сау болсын.